Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Алматы қаласы орталық мешітінің бас имамы Еркінбек Шоқай. Жалпы сыбайлас жемқорлық, бұл коррупция біздің қоғамның дерті. Бұл қашанда болса да, қайсы бір қоғамның болса да дерті болып, үлкен проблемасы болып келген. Бұған қарсы біздің хақ дініміз, ислам діні күресіп келген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде айтады: «Ла'аналлаху ар-раши вал-мурташиди». Яғни ол пәрені бергенде де, алғанда да Алла Тағала лағнет етсін дейді. Яғни осымен біз бұл сыбайлас жемқорлықтың, пәре алудың, пәре берудің біздің дінімізде қаншалықты қараланатынын, қаншалықты тыйым салынған, қаншалықты харам екендігін көреміз. Сондықтан біз ел болып, қоғам болып, имамдар болып, жалпы мемлекеттік мекеме болып, барлығымыз бұл дертке, бұл індетке қарсы күресуіміз керек. Себебі бұл мемлекетті қолдырататын, қоғамды күйрететін, қоғам мүшелерінің арасындағы алауыздықты, бір-біріне деген дұшпандықты тудыратын, сонымен қатар жалпы